Баланың иммунитетін көтеру үшін не істейміз деген сұрақ туады. Каналыма жазыл, қазір айтып өтемін. Баланың иммунитетін көтеру үшін баланың денесін шынықтыру керек. Яғни суыққа төзімділікке үйрету керек. Одан кейін жейтін тамағы құнарлы минералдарға бай болу керек. Сонымен қатар баланың ұйқысы толық, уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру керек. Сонымен қатар, егер балада қандай да бір витамин жетіспеушілік жағдайлар болса, оның бәрін толтыру керек. Бала күнде белсенді, активті, көп қимылдау керек. Баламен жиі серуендеу керек. Балаңызға жиі жылы сөз айтып, құшақтап, мен сені жақсы көремін, сенің барыңа шүкір деп ылғи да мақтап отырсаңыздар, баланың ағзасында жақсы гормондар бөлініп, ол да адамның иммунитетінің, баланың иммунитетінің жоғарылауына алып келеді. Сонымен қатар күнделікті баланың үлкен дәреті қалыпты шығып отыру керек. Күнделікті, яғни ағзада су жетіспеушілік жағдайлар болмау керек.